Ассалаумалейкум бауырлар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі жасайтын жаттығуым бұл отжимания. Отжиманияны ең басында мен өз басым істей алмадым. Сол үшін сіздерге көмек беріп, үйрету мағынасын көрсетейін. Ең бірінші, осында ең кішкентай гантельмен істеуге болады, болмаса 0,5 баклажкамен жұмыс істеуге болады. Осы мынаумен, сосын екінші мынау да бар. Сөйтіп жәймендеп қолыңды күшейте бересіз. Ең бастысы осылай жатасыздар, қолдарыңызға гантель аласыздар да былай істейсіздер. Осымен қолға күш алады. Алдында мен гантелім ол 0,5 болған, енді қазір гантель бұл 1 килограммдық. Өйткені жәймендеп салмақ қосамыз. Содан кейін осылай көрсетемін. Бұл жерде қолдың артқы бұлшықеттеріне күш алатындай жаттығу. Сіздерге көрсетем. Осы жаттығуды күнде жасап тұрсаңыздар жақсы. Қазіргі мен көрсететін отжиманиям, бұны күнделікті өзім істеп жүрмін, бірақ маған әлде де күш алып, кәдімгі қалыпты кісілер сияқты отжиманияны істегім келеді. Алла жазса, осындай күнге де жетеміз. Жатып жасаған жаттығуым ол алғашқы отжиманияның бір түрі. Уақыт келе менің қолыма күш келді, Аллаға шүкір. Енді мен тұрып отжиманияны сіздерге көрсетемін. Мысалы, мен үйде болсам, үйде осындай орындық или кресло болса да, осыған жаттығуды істеуге болады. Бұл пайдалы. Отжиманияны тұрып жасауға болады, бұның бір түрі. Кеттік. Осы уақытқа дейін мен түсіріп жатқан видеоларымды керекті жандарға пайдалы болса, мен оған қуаныштымын. Өткені өзімнің де басынан өткен, мен бірінші күндері адамда желаниясы болады, істегісі келеді. Сол бірінші күні істегеннен кейін, екінші күндері уже қол ауырады, мазасызданып кетесің өзің. Сол үшін адам маған ауырады, маған қиын екен деп жатуда болмайды екен. Сол үшін жәймендеп қимылдаған дұрыс. Сондықтан осы жаттығумен айналысып, өз денсаулықтарыңызды бағалаңыздар. Ал енді кездескенше сау болыңыздар.